Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде кәсіп сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қағаздан аппликация жасау аюдың туған күні деп аталады. Бүгінгі тақырыбымыз. Бүгінгі күннің реті 5 мамыр. Қазір көктем мезгілінің соңғы айы, мамыр айы. Так, алдымен аюдың туған күні деген екен, біздің тақырыбымыз. Біз аю туралы не білеміз? Суретте не көріп тұрық? Қанекей, аю туралы біліп алайық алдымен. Аюдың денесі қоңыр түсті, мынау денесі, басы, құлағы, екі көзі, мұрны, аузы, қолы, екі қолы, екі аяғы. Туған күні болғасын қолына шар ұстап алған екен. Және біз де көптеген шарлар сыйладық, Қарап отырсаңдар, бұл аюдың бүкіл денелері көбінесе дөңгелек және сопақша пішіндерден жасалынған екен. Жалпы аю бізде аң, Аюдың дауысы деп көрсетеміз, және қорбаң етіп жүреді. Аю қыста ұйықтайды, Біз осындай аю туралы мәліметтер біледі екенбіз. Енді біз аюдың не жейтінін біліп алайық, алдымен. Аю не жейді деген сабағымызды өтейік, қанекей, ойынымызды. Мына жерде бізде аюдан бөлек қоян, түлкі және аю бар екен, Алдымен қоян не жейді екен? Қоян мындай қарақатта жейді екен сәбізбен қатар. Және түлкі суретте көрсетілгендей балықты жақсы көреді екен. Ал аю балды және бүлдіргенді жақсы көреді екен. Біздің аюымызға осы бүлдірген мен бал қатты ұнайды екен. Біз біліп алдық, енді біз аюға қонжықтар сыйлағымыз келіп тұр бүгінгі туған күніне. Қазір біз қонжықтар жасайтын боламыз. Сіздермен алдымен енді қауіпсіздік ережесін біз сақтау керекпіз, Қандай жұмыс жасасақ та, қандай бұйым жасасақ та, біз қауіпсіздік ережесін сақтау керекпіз. Мінекей, қайшымен жұмыс кезінде біз дұрыс ұстау керекпіз, қайшыны арнайы ыдысында сақтау керекпіз және дұрыс беру керекпіз, ұшын өзімізге, дөңгелек жағын келесі адамға. Және желімді иіскеуге жалауға болмайды. Тек қағаз жапсыруға ғана пайдаланамыз. Киімге немесе басқа жардағы обойға жапсыруға болмайды екен. Біліп алдық, енді мынандай бізге керекті құралдар. Қоңыр түсті, түрлі түсті қағаз, одан кейін оранжевый дейміз, түрлі түсті қызыл сары деп айтады, түрлі түсті қағаз және қара, кішкентай ғана ақ керек екен, сосын желім, қайшы керек екен. Мынандай қонжық біз сыйлағымыз келіп тұр аюға. Көңілді қонжық, Алдымен төртбұрыш етіп қағазды қиып аламыз. Сосын сопақша етіп қиып аламыз, қоңыр түсіне ортасына сары оранжевый дөңгелек жапсырамыз. Одан кейін алқызыл түсімізден екі аяғын, екі қолын жапсырамыз қиып, мұрнын үшбұрышты етіп, көзін дөңгелек қылып, сәйкесінше. Мына жерде көзін қараға бояп жіберуге болады. Менде қара түсті түрлі түсі аз болып қалды да жаңа. Одан кейін құлағын мінекей осылай жасауға болады екен, Бұл біздің қонжығымыз кішкентай дөңгелектерден, үшбұрыштан және төртбұрыш сопақша пішіндерден жасап тұр екенбіз, геометриялық пішіндерден. Қане, біздің аюымыз жаңа жалғыз еді, ал біз оның қасына бір және екі қонжық жасап бердік, Ал аюдың туған күні болғасын, әрине біз торт сыйлау керекпіз, Міне аюдың несі бейнеленген, біз торт сыйлап бердік. Аюымыз не дейді екен бізге? Рахмет, достар дейді, сау болыңдар дейді. Мінекей балалар, сендер де аюға қонжық жасап беріп жіберейік, Маған суретке түсіріп жіберіңдер. Кері байланыс күтемін, сау болыңыздар.